Барлықтарыңызға қайырлы күн, достар. Қазіргі уақытта мен Қытай Халық Республикасының Үрімші қаласындамын. Үрімші қаласының аэропортындамын. Бұл аэропорттан біз әрі қарай Гуанчжоуға ұшатын боламыз. Кезекті елімізге сапар. Жақта кафелер көп, қайсысы халал екенін түсіну қиын. Скорее всего, бәрі халал емес. Бірақ енді өзімізге таныс KFC әйтеуір, соның халалығын жеп әрі қарай шығып кетейік деп отырмыз. Мен Гуанчжоу халықаралық аэропортына келдім. Үрімшіден Гуанчжоуға дейін жол 5 сағат уақыт алды. Жарты сағат плюс-минус багажды күту, жүру деген сияқты осындай. Мынау асты негізі, бұдан үстінде үлкен торговый центр сияқты аэропорт. Қазір енді Гуанчжоуға қарай шығатын боламыз. Біз қазір аэропорттан шығып Гуанчжоудың районына келдік. Тәңірберді күтіп алды бізді. И нашта сим-карта жасап отырмыз. Обязательно келгенде сим-карта жасатасыздар. Қытайлар. Қала өте ыстық енді. Қазір Гуанчжоудың местный кішігірім бір арбатына келдік. Бұлақта сағат 10 болса да адам өте көп. Мына жақта осындай район, жастар жүретін жер. Мынау не дедің, Тәңірберді? Мынау не дедің? Короче, храмда ішінде буддалар бар ғой. Буддисттардың храмдары екен. Ішінде, короче, үстінде кәдімгі шынымен өмір сүреді. Буддисттар ма? Монах дей ма? Иә, монахтар. Ішінде шынымен ана жерлерде өмір сүреді бұлар. Сиынып, алысқа кетпейді. Так, бізде осындай переулок, торговый центр. Бұл бізде Гуанчжоу қаласындағы арбат. Ең үлкен, былай қарай 4 көше, былай қарай 3 көше деген бар. Мынау, короче, лотерея, халық лотерея ойнайды. Ұтып алғысы келеді барлығы. Қатты ойнайды екен бұл. Ойнап отыр, сүйініп отыр. Масштаб көрініп тұрған болар. Үлкен брендтар. Барлығы осы арбаттың бойында. Мини-со тұр ар жақта. Не ол? Қатты жеңіп көрді. Көшеде естіп тұрып шақырады бұлар. Келіңдер дейді. Скидка оатыр дейді. Магазиндер дерске екен. Вайкикидағы товарлар ғой. Алтын 500 теңге. Алтын 500 теңге. Өбе, өтірік айтам. Мына өміз 12-13 теңге ғой. Бұлар эмоцияны айырады енді. Витринаны қою, эмоция беру, дизайн деген жақтан бұлар мықты. Мыналар, короче, магазинді парк форматында істеп тастаған ғой. Ішінде типа парк сияқты дауыс естіліп тұр деп ойлаймын мен. Ұсақ түйектерді үйге жинаған жақсы көретін әйелдерге жақсы екен ол. Парктың форматын алдын көрсетем.
Короче, стритфуд. 要16个的，要不要辣椒？ 你在后面上。不要辣，好的。BB 香要不要？要不要 BB 香？那就25盒装。Қытайдағы әйгілі Luckin кофеға келдім. Бұл Қытайда ірі сетка Starbucks жеңіп кеткен. Starbucks-тан саны бойынша озып тұр. Қазіргі уақытта бүкіл Қытайда 7200 кофейнясы бар. Біраз уақыт енді шығынға жұмыс жасаған, алайда қазір уже плюсовой компания болып табылады. Жылына 20 миллион жылына деп ай сайын 20 миллион теңге бар кофейня болып табылады. Басында арзан бағамен, жоғары сапамен кірген. Нарыққа одан кейін бағаны реттеп, қазір плюсқа шыққан компания болып табылады. Сондай-ақ кофеден бөлек осындай дәстүрлі Қытайдың чайларын, түрлі холодный напитоктарды береді. Бұлардың бастапқыштары Starbucks өздерінің приложениясы бар. Өте ыңғайлы приложениемен таныстырып Гуанчжоудың бір орталық парктеріне келдік. Осындай көлі бар, ғимараты бар. Жалпы Гуанчжоу туралы ақпарат айта кетсем, қазір мына кісілер мына жақта контент жасап жатыр. Бұл кісілер жалпы любой жерге тұрып контент жасай береді екенше. Бұларда Douyin жақсы дамыған. TikTok-тың оригиналы Қытайда Douyin деп аталады. Сол үшін олар TikTok-қа көп контент жасайды. Гуанчжоу туралы ақпарат айта кетсем, Гуанчжоу жалпы Гуандун провинциясының астанасы болып табылады. Қытайдың оңтүстігіне және теңіз жағалауына жақын орналасқан субтропикалық белдеуде орналасқан қала. Экономикалық маңыздылығы жоғары, себебі порт қала болып табылады. Теңіз порты бар. Гуанчжоу бойынша негізгі бұрынғы атауы кантон, еуропалықтар кантон деп айтаған. Гуандун, кантон деген сияқтандай еуропалықтар өздерінен келтіре алған ғой. Солай енді ресми ақпараттар бойынша қалада 15 миллиондай халық бар. Енді былай келіп кетіп жүргендермен бар. Қазақстаннан келіп жатқандар бар. Где-то бір 20 миллиондай жетіп қалады халықтың саны. Сондай. Одан бөлек не айтамыз енді, ауа райы өте ыстық. Жыл 12 ай жаз болады, қыста қар жауса еріп кетеді. Сол халыққа әйтеуір өз алдымен әйтеуір жұмыс істеп, осылай қыдырып демалып жүреді екен. Қазір тағы да аралайтын жерлеріміз бар. Орталық паркты аралап жүрміз, әлі мынау екінші көлдері. Атымдар контент жасап жүр. Ыстық күнде кофе ішетін қазақпыз. Мына жақта енді тек қана тауар бойынша емес, общепит бойынша да, осындай парктердің дизайны бойынша да біраз идея алып кетуге болады екен. Қазақстанға жалпы өзіңіз с нуля ештеңе ойлап таппай қойыңыз. Қытайға келіңізді 3-4 компанияны тауып алыңызды, 3-4 топовый локацияны қарап алыңызды, солардан көшіре салыңыз. Сондай лайфхак кеңес айтар едім сіздерге. Алтындар қыдырып суретке түсіп жүр өздерін. Мына парктың бітетін түрі жоқ. Өте үлкен парк. Бірнеше көлден тұрады. Қала әкімшілігіне енді респект айтуға болатын шығар. Осындай үлкен қалада осындай әдемі демалатын жер жасап, тек қана там завод, базар жасамай параллельно алып жүр да. Бәрін күту, ұстау деген енді қарау
тазалықта ұстап тұр да еще оның бәрі қаншама халықпен. Біраз еңбек қой. Мынаның ішінде мысалы ешқандай мусор жоқ та, темекінің несі деген сияқты. Бычок, андай бір балалардың лақтырып тастаған нелері жоқ. Бәрі тап-таза, аккуратно, мәдениетпен. Бізде қара аққулар жүр. Еңбекқорлық, құқықтылық, тәртіп. Бұл ұлттың да бір идеологиясы ғой, бұл ұлттың идеологиясы. Негізі бізге құйып тастаған ғой, Қытайлар ойбай жаулап алады, бүйтеді, сөйтеді деген сияқты. Әрине енді идеальный адамдар болмайды ғой, ұлт болмайды да, идеальный ұлт болмайды. Ішінде адамдар бар шығар сондай көңіл күйдегі, бірақ в основном масса өздерімен бұлар бізді ойлап жүрген жоқ ше. Өздерімен, кайфтармен өмір сүріп жүр әйтеуір. Өмірді бағалайтын сияқты, потому что андай медитация жасап, спокойно жүрді өз кайфтармен. Аққуларға қарап қойып, бұларға соғыс. Мысалы қазір қаншама военный конфликттер болып отыр. Қытай нейтрально қарап тұр барлығына. Ешқайсысына қолдау көрсетпейді. Тихаря өздерінің ақшаларын тауып, инвестицияларын жасап, өздерінің өндірістерін дамытып өмір сүріп отыр да. Мына тренировка жасайтын жерге келдім. Апа-аталар тренировка жасап жүр. Таза жақ. Қазір где-то 30 градус түскі уақыт, где-то түскі 2-3 обедтің уақыты ғой. Пенсияға шыққан кісілер тренировка жасап жүр. Бадминтон ойнайды, короче. Пенсияға шыққаннан кейін кайфпен өмір сүреді да. Ох, ё-моё. Апам қатты ойнайды екен. Бадминтон бұларда қатты тамағын айтқаншы. Бадминтон көреміз. Апам жібермейді. Ақ кетті. Хопа. Массовый спорт Қытайда жақсы дамыған, жақсы жағдай жасап қойған. Спортпен айналысу мәдениеті бар, жалпы. Спорт денсаулық кепілі деген қазақтың мақалы бар ғой, спорт денсаулық кепілі. Соны Қытайлар қолданып жүр ғой. Жастары. Hello. Жастары 80-ге келсе де радостный, жизнерадостный. Қимылдап жүр спортпен айналысып. Байқағаным бұл кісілер спортты ләззат алады екен қатты. Спортты жалпы ұту үшін емес, ләззат үшін, денсаулық үшін. Сондықтан біреу ұтылып атса, бұлар наоборот қолдайды, бір-бірін қолдайды да, андай. Давай деген сияқты ше. Ничего страшного, давай деген сияқты. Ана апам деген терін қарасашы, ё-моё. Қытай енді көп жылдар бойы жабық ел болды. Китайский экономическое чудо деп ютубтан іздеп көрсеңіздер болады. Бұлар қалай продукт жасалғанын, негізі Азияда тізгінді оңтүстік Корея мен Жапония ұстап тұрған еді. Қазір соңғы жылдар осы Қытай алдыңғы орындарға шықты. Елдегі басқарушы билік коммунистикалық партия Мао Цзэдун салып берген жолмен бұлар жүреді. Қазіргі таңда Си Цзиньпин басшылары. Енді бір жағынан ол да дұрыс шығар. Компартия, коммунизм, бір идеология, бір ұлт деген сияқты. Білмеймін енді. Бұлар енді жан-жақта жаулар көп қой. Солтүстігінде Ресей, бір мына жақта Америка деген сияқты. Сондықтан бір идеология керек болар осыншама халықты басқарып ұстап отыру үшін. Сондықтан да бұларда тәртіп өте қатал, заң қатал, коррупция жоқ, заңға бағынады бұлар. Соның салдарынан болар енді осындай экономикалық чудаға жетіп отыр. Енді әйтпесе қашанғы батыстық құндылықтармен өмір сүреді, енді батыстық брендтер бар, елге кіргізілген, бірақ олар Қытай менталитетіне, Қытайдың мәдениетіне адаптация жасалған. Осылайша Қытай өздерін әлемдегі алпауыт ел ретінде, экономикалық мықты мемлекет ретінде ұстап отыр. Жаңа енді ұлттық идеология дегеннен шығады. Бұл енді мемлекет тек қана идеологиясын тықпалап қоймай, жаңа диктаторлық ел ғой енді. Елде сайлау жоқ деген сияқты. Олар сол берген уәделерін орындайды да. Сондай жағдай жасайды, әуе транспорт жолдарын барлығын әдемі күшті істеп қойған. Мен тек қана бір провинцияның
Гуанчжоу қаласының бір ғана паркінде ғана жүрмін. Мен әлі Қытайды аралайтын жерлер көп қой негізі. Шанхайы бар, Пекині бар, Риу бар деген сияқты. Бірақ уже көрініп тұр да, что мемлекет тек қана там идеологияны тықпаламай айтқан уәделерін де орындап жатыр да. Жағдайын жасаған халыққа, енді халық та сол айтқан мемлекеттің айтқанын орындайды сондықтан. Негізі осылай ұрыспай қырылмай, бұларды өзі көтеріліс болмағанына да біраз болды ғой. Ұрыспай қырылмай осылай бейбітшілікте өмір сүре беруге болады. Келе жатыр. Біз үшін ыңғайсыз жағдай болды енді, қазақтар үшін, жалпы біз басқа әлем үшін десек. Қасымда келе жатқан бір үлкен кісі, мен қасыма өтіп барады, жел шығарып жүр, жел шығарасың дауысымен. Сөйтсем, бұлар үшін жел шығара салу қоғамдық жерде қалыпты жағдай екен. Бұлар үшін, короче, біз түшкіреміз ғой, мысалы, дауыспен, сол сияқты бұлар үшін қалыпты жағдай, короче. Сондай қызықты факт Қытайлар туралы. Мыналар өз-өзімен ана жақта дойбы ойнап отыр ғой. Ана жақта және карта ойнап отқан. Мыналар дойбы ойнап отыр. Дойбы бойынша Гуанчжоу қаласының ішкі біріншілігі өтіп жатыр. Так, қазір таксимен келе жатырмыз. Келесі объектке таксимен ымдап өздеріңіз келісесіздер. Карта бойынша көрсетіп, суретін көрсетіп, әрқашан саудалассаңыздар болады. Негізі бұлар саудаласады. 5 юанға шейін, 10 юанға шейін саудаласып тастауға болады. Егер сіз картамен көрсеткен жерге бұл кісілер апармаса, сіз ақшасын төлемей түсіп кете берсеңіз болады. Себебі заң бойынша сіз правсыз негізі. Бұлар енді сол заңға бағынады. Сіз көрсеткен жаңа мысалы мына кісі айналып басқа жаққа кетіп қалды да. И қазір сол жерге обратно айналып апаратыр, мысалы. Вот осындай. Білмеймін, шын тупить етіп отыр ма, өтірік тупить етіп отыр ма, бұларда енді. Мысалы, Түркияға барсаңыз, Түркияда таксисттер енді айналдырып, таксометрін айналдырып, короче, көбейтіп апарады да. Бұл кісілер енді қалай екенін көреміз қазір. Қазір Гуанчжоудың ескі бөлігіне келдік. Гуанчжоуды жазда тек кешке аралаған дұрыс екен. Гуанчжоу енді бұрын Ұлыбританияның отары болған, сондықтан осындай европалық колориттегі үйлер қалып қойған. Қолымызға осындай клубника в стекле деген алып алдық. И қазір былай дәл шарлайтын боламыз. Мысықтар. Қайтпа? Шетел болып отыр ғой. Ал осындай әдемі бұрыш. Мынандай имараттар. Аутентичность дейма. Қаланың өзінің бір коды бар. Архитектуралық код. Мына жақтарды қараңыздар. Канал. Қаланың ішінде ортасында осындай канал бар. Осындай парк. Бұлар дизайнды да айырады бұлар. Дизайнмен жасайды, чисто дизайнмен, брендингпен. Винни базар дейді, виноның несі ғой деймін. Мынандай витпен свиданияға келесің, короче. Район жалпы не деп аталады? Қытайлардың жаңағы Брюс Лидің әкесінің тұрған районы ғой. Брюс Лидің папасы осы жақта тұрған ба? Өте бай тұрған. Ауланың бәрі дейін сол болған ба? Сол
қалай ауланың бәрі соныкі болған? Осы жаңа анау түсіріп жатқан локациялардың бәрі осы. Район соңғы болған. Брюс Лидің өзі қайда тұрған? Брюс Ли шетелде туылған ғой, Колумбияда ма қайда туылған. Жақта өткен, бірақ осы жаққа келген ғой. Әкесі өте бай тұрған екен ол. Қаланың ішінде кішігірім осындай Венеция бар, канал сияқты. В общем, Гуанчжоуға тек қана киім кешек аралап, базар завод аралауға емес, осындай мәдени көрікті тарихи жерлерді аралауға да келуге болады. Мостқа шығып көрейін десің. Зор да, зор. Бір жаманы кешке маса бар. Теңіздің жағасы болғансын, өзеннің жағасы болғансын маса болады да. Бір жаманы сол. Кез келген елде осындай кинодағыдай Чайна тауындары болады. Сондайдың бірінде жүрміз, мынау күшті. Кинодағыдай атмосфера, қызыл-жасыл, сары, түрлі витриналар, саудагерлер, велосипед, шаяқты таксилер. Осындай атмосфера.